Вавилонның аспалы бағы әлемнің 7 кереметінің бірі. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Вавилонның аспалы бағы әлемнің алғашқы 7 кереметінің бірі. Бұл бақты Вавилон патшасы Навуходоносор әйелі Аметис патшайымының құрметіне салдырған. Медиялық патша қызы Вавилонның шаңдығында өз еліндегі гүл қурақты қою иісі мен ағаштың сылдырын еске алып сағынған екен. Сонда патша Медия баурайындағы саялы мекеннің елесін орнату үшін осы бақты салдырған. Аспалы бақтың құрылысына патшалықтың күш-қуаты жұмылдырылып, тәжірибелі құрылысшылар мен математиктер қатысқан. Бірнеше қабаттан тұратын бақтың табанына тас төселіп, оның үстіне қамыс жайылған. Су өтпесі үшін қамыс үстіне асфальт және қақталған қорасан жабылған. Оның үстіне зәулім ағаштың өзі тамыр жайып шығатындай етіп топырақ төгілген. Бұл жасанды жолмен жасалған бақта әйелдер қыдыратын, демалатын, тамақтанатын. Патшайым бақтың ең үстіңгі қабатында суыл сылдыраған рахаттанған гүлзар тұсында отыратын. Су өзен Эфрат арқылы каналдар жүйесі арқылы келетін. Патшайымның сулы бейнесі ұрпақтар есінде мәңгілікке қалды. Ассириялық өнер бақты бейнесімен атастырып, ежелгі әлемнің ең атақты бағы Семирамиданың бағы деп атаған.